Сәлем достар, сіздермен бірге мен Нурик. Бүгін мен сіздерге Дом Монстр мультфильмін қысқаша айтып беретін боламын. Достар, видео басталмас бұрын лайктарыңызды аямай басып жіберіңіздер. Сіздердің лайктарыңыз маған келесі видеоны тездетіп шығаруға мотивация береді. Мультфильм үш аяқты велосипедпен әндетіп келе жатқан кішкентай қызбен басталады. Бір кезде оның велосипеді бір үйдің алдына келіп жүрмей қалады. Үй өте қорқынышты, қыз қорқып тұр. Бір кезде есіктен түрі қорқынышты шал шығып, айқайлап қызды қуып жібереді. Велосипедті сындырып тастағасын қыз жылап қашып кетеді. Шал балалардың ойыншығын тартып алғанды жақсы көреді екен. Содан соң шал үйіне кетті. Шал үйге енді кіре бергенде көрші үйде телескоппен аңдып тұрған бір баланы көріп қояды. Бұл баланың есімі DJ, және де ол қарама-қарсы тұрған үйде тұратын шалдан қатты күдіктенеді. Детектив бала оны күндіз-түні бақылап, құпиясын ашуды көздейді екен. DJ үйден жүгіріп шығып анасына, анау тағы бір қыздың велосипедін тартып алды дейді. Анасы болса төрт қабырғада қамалып шалдаңды қанша дұрыс затпен айналыс деп ұрсып тастайды. DJ ана үйде бір нәрсе дұрыс емес деп 100 рет айтса да, ата-анасы баласына мүлдем сенбейді. Ата-анасы бір шаруалармен ұзаққа кетіп бара жатыр екен. Олар көлікпен енді жүре бергенде бір баланы байқаусызда соғып кетеді. Сөйтсе бұл бала DJ-дің жан досы екен. Оның есімі болмағасын атын Сары Томпақ деп қойдым. Сөйтіп DJ-дің ата-анасы кішкенеден соң әпкең келеді. Біз жоқта саған әпкең бас көз болады деп кетіп қалады. Сары Томпақ DJ-ге жаңадан алған добын көрсетеді. 3 сағаттан соң Хэллоуин басталайын деп жатыр екен. Сары Томпақ DJ-ге үйлерді аралап конфет жинайық дейді. Бірақ та DJ-ді бұл мүлдем қызықтырмайды. Оны дәл қазіргі сәтте тек көрші қызықтырады екен. Бір кезде сары бала доппен өзінше трюк жасаймын деп басын жарақаттап алады. Доп болса әлгі қорқынышты үйге қарай ұшып кетіпті. Екеуі тездетіп допқа қарай жүгіреді. Үйдің алдына келгесін ойланып қалады. DJ кешір деп енді кетіп бара жатқанда, Томпақ бала оны тоқтатып, допты алып берші деп өтіне бастайды. DJ болса доптан айырылдым дей бер деп келіспеді. Сары бала жылап қоймағасын, DJ шалды ұйықтап жатқан шығар деп допты алуға барады. Допқа енді жете бергенде шал қолын шошайтып үйден атып шығады. Балағай қашамын деп байқаусызда шалдың газонын бүлдіріп алды. Шал ашуланып оны көтеріп алып ұрсып жатқанда инфаркт болып естен танып қалады. Аздан соң скорый келіп шалды алып кетеді. Балалардың түріне қарасақ өкініп тұрған секілді. Бір кезде шалдың қалтасынан алтын кілт түсіп қалады. Оны DJ байқап қалтасына салып алды. Кішкенеден соң DJ-дің әпкесі Элизабет келеді, ал Сары Томпақ өз үйіне кетті. Элизабет келе салысымен кешкі 9-дан соң үйден шықпайсың, ал 11-де ұйықтайсың дейді. Балақай бөлмесіне келгесін кілтті үстеліне қойып ұйықтап қалады. Ұйықтап жатып ол қорқынышты түс көрді. Шошып оянса телефонмен біреу соғып жатыр екен. Телефонды алса ешкім сөйлемейді. Содан соң әзілдегенді көрсетемін деп әлгі номерге керіс соғады. Бір кезде ол көрші үйден телефонның шырылдаған дыбысын естиді. Сөйтсе телефонды оған біреу көрші үйден соғып тұр екен. Бір кезде үйге Элизабеттің жігіті Масол келіп баланы шошытып жібереді. Ол баланың шошынған түріне тоқтаусыз күле бастайды. DJ Элизабетке арғы үйден біреудің телефон соққанын айтты. Элизабет көршілерге телефон соққаныңды қойып қиялдамай ұйықта деп кетіп қалады. Балақай терезеден аңдып тұрып, үйде шалдан бөлек тағы басқа біреу тұрады деп ойлайды. Ол досы Сары Томпаққа телефон соғып кездесуіміз керек дейді. DJ үйден тығылып шығайын деп жатса, екі жұп көрші үйдегі шал туралы әңгіме айтып отыр екен. Бұрында Масолдың кішкентай кезінде шал батпырауығын тартып алған екен. DJ сәті келгенде үйден қашып шығады. Арада уақыт өтіп, Масол үйден шығады. Мас болып шалдан кек алуды ойлайды. Ол бөтелкесін үйге лақтырып, газонды жұла бастағанда, үйдің есігі ашылып, Масолдың кезінде шал тартып алған ойыншығы көрінеді. Жігіт оны қолына ұстағанда, үй оны жеп қояды. DJ құрылыс болып жатқан бір жерге келіп досын күтеді. Сөйтсе досы экскаватордың ішінде отыр екен. Екеуі ұзақ ойланып үйге келуді шешеді. Сары Томпақ үйде адам жоқтығын пайдаланып шалға пародия жасайды. Содан соң үйдің есігіндегі қоңырауды басады. Қоңыраудан соң үй тура мағынада тіріліп кетіп балаларға шабуылдайды. Екеуі әрең дегенде аман қалып DJ-дің үйіне қашып кетеді. Сол күні олар ұйықтамастан қорқынышты үйді түнімен бақылады. Таң атты. Хэллоуин болғандықтан DJ-дің үйіне бір қыз келіп конфет сұрайды. Элизабет оған печенье берді. Бір кезде Элизабет інісінің бөлмесіне келеді. Келе салысымен екеуі үйдің тіріліп кеткенін айтып қыздың миын жейді. Элизабет сандырақтамаң деп балаларға таңғы астарын беріп кетіп қалады. Балалар үйді аңдып отырып, әлгі қыздың қорқынышты үйге бара жатқанын көреді. Олар қызды құтқару үшін үйден жүгіріп шықты. Екеуі тоқта, бұл үй құбыжық деп қанша айқайласа да қыз мүлдем сенбей қойды. Кішкенеден соң үй тіріліп кетіп қызға шабуыл жасайды. Балалар әрең дегенде қызды құтқарып алды. Құбыжық үй Элизабет көрмес үшін шабуылын тоқтатады.
Елизавет балаларды жалғыз тастап Масолға кеттім деп көлігіне мініп кетіп қалады. Осылайша қыз екі баламен танысады. Оның есімі Дженни екен. Танысып болып, үшеуі үйді ары қарай аңдуларын жалғастырады. Бір кезде құбыжық үйдің алдына бір ит келеді. Үй оны жеп қойды. Балалар полиция шақырды, бірақ та қайдағы жоқ оқушы балалардың құбыжық үй туралы әңгімесіне кім сенсін? Сондықтан олар үйдің құпиясын өздері ашуды ойғарады. Бір кезде балалар автомат ойнағанда ұнататын осы жігітке келеді. Ол диджей мен сары томпақтың танысы екен. Қияли жігіт балалардың әңгімесіне сеніп, үйдің ең әлсіз жері жүрегін жарып жіберіңдер деп айтады. Оның ойынша үйдің жүрегі пеш екен. Оқушылар үйге келіп, құбыжық үйді құртатын жоспар құрады. Олар үйге ойыншықпен бірге ұйықтататын дәрі беріп, ішіне кіріп, үйдің жүрегін, яғни пешін өшіреміз дейді. Олардың жоспары полицейлер келгесін быт-шыт болды. Бір кезде қара жігіт үй жақтан бір дыбыстарды естиді. Оның артынан екінші полицей де ереді. Үй екеуін де жеп қояды. Балалар полиция көлігінде отырғанда үй көлікті жей бастайды. Оқушылар әрең дегенде аман қалып үйге кіріп кетеді. Құбыжық үй тойып алып ұйқыға кетті. Балалар осылайша үйге кірді. Оларға енді үйдегі пешті тауып сөндіру керек. Бір кезде олар люстраны үйдің жүрегі деп ойлап, су шашатын мылтықтарымен ата бастайды. Сөйтсе бұл жүрек емес тілшік екен. Оқушылар пешті іздеуді жалғастырады. Бір кезде үшеуі байқаусызда үйдегі подвалға түсіп кетеді. Подвалда ойыншықтар толып жатыр. Үшеуі подвалды аралап, жоғарыда Констанция деп жазылған бір клетканы тауып алады. Диджей клетканың есігін әлгі кілтпен ашты. Клетканың ішінде цементке көмілген семіз әйелдің мәйіті жатыр екен. Бұны балалар шалдың бұрны өліп қалған әйел деп ойлайды. Диджей жақындаймын деп мәйіттің үстіне құлап кетті. Құбыжық үй бірден оянып кетіп балаларға шабуылдайды. Сары томпақты жұтайын деп жатқанда диджей көмекке келді. Бірақ та өкінішке орай ол да құлап кетіп сарының аяғына жармасы балады. Қыздың басына керемет ой келді. Ол әлгі жүрек деп ойлаған тілшікке жармасып үйді құстырып жібереді. Үшеуі аман қалып ұрсысып тарап баратқанда диджейді скорый көлігі қағып кетеді. Сөйтсе әлгі шал тірі қалған екен. Сары бала шалға тас лақтырды. Шал болса үйіме жақындамаңдар дейді. Шал үйдің алдына келіп онымен сөйлесе бастайды. Сөйтсе достар, үй оның өліп қалған әйелі Констанция екен. Балалар үйдің бар құпиясын біліп қойғандықтан шал үй туралы бәрін басынан бастап айтып береді. Шал бұрын Констанция деген әйелге ғашық болыпты. Әйел циркте ойнағасын барлығы оны мазақ қылады. Шал Констанцияны аяп басқа жаққа көшейік дейді. Әйел келісіп, екеуі осы қалаға көшіп келеді. Екеуі үй соғуды бірден бастап кетті. Бірақ та өкінішке орай бұл жердің балалары да Констанцияға күн бермеді. Бұзық балалар оған қолына түскен затты лақтырып, бір күні әйелді қатты ашуландырады. Шал тоқтатуға тырысты, бірақ Констанция одан балтаны күшпен тартып алады. Шал әйелінен балтаны кері тартып алған кезде Констанция байқаусызда қазылған жерге құлап кетіп, цементтің астында қалады. Осылайша әйелдің елесі үйге кіріп алған екен. Үй тірі болғандықтан сөйлейді, қозғалады және де тамақ ішеді. Тамақ ретінде адамдарды да басқаны да жей береді. Шал осы күнге шейін үйді аштан қалмасын деп балалардың ойыншығымен тамақтандырып келген екен. Үй адамдарға шабуыл жасамас үшін қолынан келгенін жасапты. Осыдан соң диджей шалдың адамдарды үйден құтқарып жүрген жақсы адам екенін біледі. Ол шалға келіп әйелді үйден босат дейді. Үй ашуланып кетті. Шал үй болмаса жалғыз қаламын, не істеймін дейді. Диджей, сенімен бірге боламыз, қорықпа деп шалды көндіріп алады. Бұны көрген үй ашуланып кетті. Шал динамитті алып балалармен бірге қашады. Сосын ол шашап қалып, балаларға қашыңдар, үй маған тиіспейді дейді. Балалар құрылыс болып жатқан жерге қашып кетеді. Үй оларды тоқтамастан қууда. Бір кезде үйге біреу тас лақтырады. Сөйтсе бұл шал екен. Ол үйді жарып, Констанцияның жанын үйден шығарып алғысы келетінін айтады. Себебі ертең шал өліп қалса үйге қарайтын ешкім болмай, қалада қан төгіс болатын еді. Үй ашуланып шалды жейін деп жатқанда сары томпақ экскаватормен келіп үйді сындыра бастайды. Экскаватормен үй төбелесіп жатқанда шал диджейге динамит беріп үйді жар деп айтады. Миссияны сәтті орындап, балалар үйді жарып жібереді. Шал жылап тұр. Ол босандыққа шыққанына қуанып, қайтадан жақсы мінезіне келіп, үйдегі барлық ойыншықтарды балаларға таратады. Ал екі бала Хэллоуин болғандықтан конфет жинауға кетеді. Соңында үйдің астынан Масол тірі шықты. Осылайша мультфильм аяқталды. Егер де ұнаса лайк басып, комментке мультфильм туралы ойыңызды жаза кетіңіз. Арнадан шығатын келесі видеоларды жіберіп алмас үшін тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған мен Нурик. Келесі кездескенше.